снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весть. Чтобы было легче в трудный час, нужно верить каждому из нас, нужно верить каждому в то, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись с другим. Қайырлы күн, қымбатты достар, құрметті оқырмандар. Добрый день, дорогие друзья! Итак, сегодня с вами на связи Республика Казахстан, город Уральск, Западно-Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. И мы, ведущие этого праздника, Камалиден Айтбаев и Балнур Джумагалиева. Иә, біз бүгін эфирдеміз. Орал қаласы, Батыс Қазақстан облыстық арнаулы кітапханасы, біз біргеміз мейірімділік мейрамын Санкт-Петербург қаласының арнаулы кітапханасы Эстафета доброты фестиваліне қатыстырғанына алғыс білдіреді. Да, мы хотим выразить сердечную благодарность от нас Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих граждан за приглашение в участие на фестивале «Эстафета доброты», приуроченной ко Всемирному дню инвалидов. Итак, дорогие друзья, мы спешим представить вашему вниманию большой праздник доброты. Без барьеров мы вместе! Мы вместе! Камалиден, мен осындай киелі Ақжайық өңірінде туғаныма мақтан етемін. Мен өз туған елімді сүйемін. Біз өмір сүріп отырған Батыс Қазақстан өңірі талай дараланған ерекше тұлғалардың мекені. Сырым, Исатай, Махамбет, Жұбан мен Қадыр. Олар осы топырақты жаралып, туған жер дегенде жүректерін жалау етіп, мәңгі әдебиет әлемінде өздерінше жарқырап із қалдырған. Да, Балнур, Приуралье – это уникальный край, имеющий богатейшую историю. Многие столетия несет свои воды Урал, разделяя Европу и Азию. В далекие годы здесь творили великие русские поэты и писатели Александр Пушкин, Лев Толстой, Короленко, Шевченко. Выдающийся татарский поэт Габдулла Тукай. Мы по праву гордимся историей своего Приуралия, городом, считая его одним из красивейших в Казахстане. Дорогие друзья, предлагаем вместе с нами послушать певучие, бархатистые, ритмичные звуки домбры. Ведь каждой нотой она напоминает о бескрайних степях Казахстана, о тихих джайляу и мирных кочевьях. И эти чарующие звуки идут из самых глубин древности. Ведь в народе говорят, что в звуках домбры живет душа казаха. Иә, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Қазақтың қара домбырасын жанына серік еткен жалынды жастар клубының мүшесі Қоныс Сағынғанның өнерін тамашалайық.
керемет өнерің үстем болсын. Большое спасибо за прекрасное исполнение на домбре. Спасибо, брат. Камалиден қарашы, біздің достарымыздың қолында алмалар бар. Да, Балнур, ты правильно заметила. В руках наших друзей красные вкусные яблоки. И я ощущаю их запах, их аромат. Ведь яблоки — это символ жизни и знания, мира и добра, любви и счастья. Иә, 1993 жылы Швеция елінің кітапханаларында Алма сөресі фестивалі бастама алған. Бұл сөреге кішкентай оқырмандарға арналған арнайы кітаптар қойылған. Да, и совсем недавно в городе Алматы прошел благотворительный онлайн-фестиваль «Красное яблоко Алматы». Символ крепкой и счастливой семьи для детей с ограниченными возможностями. Олай болса, сіздердің назарларыңызға Алма сөресі яблочная полка эстафетасын ұсынамыз. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманың табада, сол ойыннан шығады. От улыбки хмурый день светлеет, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Сәлем, Балнур. Бұл не деген керемет? Бұл алма бағы ма? Бұнда керемет, мейірімді аналар, тәп-тәпті алма секілді аналар. Ал әрбір сөреде алмалар толып тұр. Бұл не, алма бағы ма? Сәлем, әрине, керемет көрініс емес пе? Бұл Алма сөресі біздің ерекше балаларға арналған. Ал сен Алма сөресі туралы естіп көріп пе едің? Жоқ, мен алма сөресі туралы естімеппін. Көріп, тамаша болып тұрмын. Ендеше мен саған Алма сөресінің тарихын айтып берейін. Иә, сен бізді алма сөресінің тарихымен таныстырып өтсең. Бұл Алма сөресі мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған. Алма сөресі ең алғаш 1993 жылы Швеция елінің кітапханаларында бастау алған болатын. Ал мұнда біздің алма макеті қойылған. Бұны көзі көрмейтін біздің балаларымыз қолмен ұстап таныса алады. Және де Алма сөресінде біздің кішкентай бүлдіршіндерге арналып кітаптар қойылған. Тактильді, иллюстративті, диска түрінде, кассета, жайпақ баспа түрінде кітаптар қойылған. Соның әрбір кітаптың сыртына алма суреті жапсырылған. Сонымен қатар біздің ата-аналар мен мамандарға арналған арнайы мерзімді басылымдар қойылған. Бұның ішінде ата-аналарға және мамандарға балаларды тәрбиелеуге арналған ұсыныстық құралдар бар. Қандай керемет, қандай тамаша. Әрине. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманың табада, сол ойыннан шығады. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманың табада, сол ойыннан шығады. Кітапта алма ағашы жемісін біздер теретін, тәтті алмаға балашы кітабыңның әр бетін. Қандай керемет. Бұл Мұзапар Әлімбаевтың алма өлеңі ғой. Көше бойын жағалап, кім алманың табада, сол ойыннан шығады. Алма кетті домалап, Ендеше ортаға біздің әдемі мейірімді аналарымызды шақырайық, балалар. Аналар, бұл алма сөресі ерекше балаларға арналған. Өйткені алма бұл дәрумендер. Яблоко – это здоровье. Алма был қуаныш. Алма бұл бақыт. Яблоко – это счастье. Алма бұл мейірімділік. Алма бұл өмір.
Яблоко это радость. Алма ол жақсылық. Алма ол бақыт. А еще яблоко это iPhone. А как это? Ведь эмблема айфона это надкусанное яблоко, которое привлекает внимание всех покупателей. А в нашей библиотеке яблоко привлекает детишек к чтению книг. Ендеше біздің балаларымызды, әлем балаларын кітап оқуға шақырайық. Менің Ернарымды, Қайсарымды, Гаухарымды, менің Елжасымды, Менің Инкарымды. Менің Даниялымды. кітап оқуға шақырамыз. Балаларымыздың болашағымыз. Балалар бақытты болсын. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней в серебряной росе. Слышу голос его нежный. Құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға біз кітаппен біргеміз бағдарламасы аясында Алма сүресі эстафетасын ұсынамыз. Алма сүресінің мақсаты Мүмкіндігі шектеулі балалардың шығармашылығын дамыту, кітапханаға тарту, кітап оқуға сүйіспеншілігін арттыру. ендеше Алма сүресі эстафетасын қаңтар айынан бастап әр ауданға жолдаймыз. Дорогие друзья, на этом наш праздник доброты подходит к концу. И мы ждем вас, конечно же, на наших социальных страницах Instagram и Facebook. Достар, әрдайым бір-бірімізге қамқор болайық. Жүрегіміздің жылуын аямайық. Мы хотим пожелать вам всего самого доброго и прекрасного. Мы желаем вам счастья, Добра. Бақыт! Здоровье! Қуаныш! Мы Вместе! На всей земле твори добро, другим во благо не закрывай.